қош келдіңіздер. Балалар, бүгін біз мәтін және сөйлем деп аталатын үлкен тақырыпты өтетін боламыз. Сондықтан сендер міндетті түрде қарап, түсініп, ұғынып алыңдар. Жарай ма? Мәтін өзара байланысқан сөйлемдер. Бірінші, мәтіннің басы болады, кіріспе бөлім. Мәтіннің ортасы, негізгі бөлім. Мәтіннің соңы, қорытынды бөлім. Енді сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Мысалы, мына тұста қараңдар, бір сөйлемнің аяқталған ойын білдіреді. Ол хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем және лепті сөйлем деп аталады. Балалар, осыны әлі де толықтырып кететін боламын. Бүгін мәтіннің не екенін білетін боласыңдар. Сонымен қатар сөйлемнің не екенін, мәтінді қалай құрастыруға болатындығын және сөйлем соңында тиісті тыныс белгісін қойып жазуды үйренетін боласыңдар. Ендеше балалар, өлеңді мәнерлеп оқы. Мұғалім, білім алған өзіңнен, дәрігер ұшқыш, не ғалым, саған ыстық сезіммен қарайды жұрт. Мұғалім, мен де өзіңді әрдайым қамқорым деп ұғамын, күліп атқан таңдайын, жарқынсың сен. Мұғалім. Нұрхан Жанаевтың өлеңі. Балалар, өлең не туралы айтылған? Жарайсыңдар, мұғалім туралы айтылған. Сонымен қатар, мұғалімнен кімдер білім алған балалар? Дәрігер де, ұшқыш да, ғалым да. Абай Құнанбаев атамыздың сөзі бар. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп. Сондықтан мұғалімдер балаларды білім нәрімен сусындатып, оның кемел келешекті қалыптастыруына үлкен үлес қосады. Ендеше балалар, екінші жаттығуға назар аударайық. Берілген сөйлемдерде мәтін құрап жаз. Балалар, қараңдар, қоңырау соғылды. Балалар тапсырманы орындауға қызыға кірісті. Оқушылар мектепке келді, сабақ басталды. Қараңдар, бұл жерде жүйесі өзгерген. Яғни біз алдында айттық, бірінші кіріспесі болады мәтіннің, негізгі бөлімі және қорытынды бөлімі. Енді қарайық, оқушылардың мектепке келгендігі жөнінде айту керек. Ең бірінші, оқушылар мектепке келді. Жарайсыңдар балалар. Бірінші сабақ, ана тілі сабағы, мысалы осылай құрайық. Қоңырау соғылды. Сабақ басталды. Мұғалім тапсырма берді. Балалар тапсырманы орындауға кірісті. Балалар, көрдіңдер ме? Бұл мәтін құралды. Мәтінді құрау үшін біз де арнайы ойымыздан сөйлемдер құрастырдық. Жарайсыңдар балалар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сендер үшін барлық ақпараттарды ерте жеткізуге тырысамын. Мақалды жатқа айт. Балалар, қараңдар, білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Ал енді мағынасына тоқталайық. Білекті бірді жығар деп отырғанымыз, күші көп, мықты адамдар бар, олар бір адамды белгілі бір төбелестер арқылы жеңуі мүмкін. Бірақ ол қажет емес дүние, себебі бұзақылық жақсылыққа апармайды. Білімді мыңды жығар. Білімді адам өзінің білімімен, өзінің деңгейінің мықтылығымен, өзінің пайым парасатының жоғарылығымен, өзінің соншалықты білімді екенінің арқасында мың адамды жеңіп шыға алады. Сөзбен ақ, іспен ақ. Екінші, оқу білім азығы, білім ырыс қазығы. Балалар, оқу білімнің азығы, себебі білім арқылы адам көп нәрсені бағындыра алады. Ендеше балалар, бүгін сендерге қосымша жұмбақ шешіп көр. Бұл қаланың басталды жыры жаңа. Қазақстан төрінен мұны қара. Бірінші буынында тамақ аты, екінші буынында ірі қара. Ойланайықшы балалар, тамақ аты, тамақ тағы да қалай аталады? Тағам деп аталады және ас деп аталады. Дұрыс айтасыңдар, ас. Ал екінші буынында ірі қара дейді, ірі қара. Мысалы, ірі қара деген сиыр малы. Сиырдың бірінші бұқа және тана дегені бар, сонда астана болады екен. Жарайсыңдар балалар, каналыма тіркеліп қойыңдар.